заманда Абылай хан туасына бірігіп, тарихи жеңіске қол жеткізген күллі аруақты ата-бабаларымыз қаһарман толқынға тағзым етіп отыр десек, артық айтқандық бола қоймас дейміз. Осы орайда бүгінгі шараға шаршамай қызмет еткен қоғамдық қор мүшелеріне, әсіресе мына біздің қоғамдық қордың атқарушылық директоры Қайрат Дәукер бауырымызға, шамалары жеткенше қаржылай көмек көрсеткен азаматтарға қор басшылары атынан алғысымызды білдіреміз. Сіздердің есімдеріңіз бүгінгі күнге арнайы дайындалған кітап бетінде орын алып отыр. Оны мына конференц-залда кітапты барлықтарыңыз аласыздар. Павлодар қаласының ең әдемі жерінің бірінен орын беріп, көрсеткен көмектер үшін облыс басшылығы, оның ішінде мінекей облыстың әкімі Қанат Бозымбаевқа, бүкіл осы бізге көмектескен аппарат қызметкерлеріне де алғысымызды айтсақ артық болмайды деп ойлаймыз ағайын. Қадірменді алаш жұрты, ежелден еркіндік аңсаған ата-бабаларымыз ұшса құстың қанаты талатын, шапса тұлпардың тұяғы тозатын, жусан иісі аңқыған маң даланы ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен қорғап қалды. Сол намысын қолдан бермеген қаһарман ұрпақтың ірі тұлғасы Баян Батыр рухына тағзым етіп, алыс жақыннан ат терлетіп жеткен баршаңызға да шын жүректен шексіз алғысымызды айтамыз. Той құтты болсын. Рахмет. Елдің елдігіне ердің жан беріп жан алысқан батырлардың, үнемі күңіреніп жүрген абыздардың, ақ тілеулі аналардың арманы еді. Сол олардың арманы байтақ қазақ даласын кейінгі ұрпаққа тұтас шетнетпей жеткізу еді. Сол талабын ұлы бабалар артығымен орындады. Байтақ қазақ жері бүгінгі